Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана Ахмет. Каналыма қош келдіңіздер. Тапсырысқа пісіруге болатын торттардың жиынтығымен бөлісетін боламын алдағы уақытта. Солардың бірі бүгін вупи-пай торты. Вупи-пай торты үшін алдымен 4 жұмыртқамызды шекермен жақсылап тұрып миксерлейміз. Одан бөлек сары майымыз бен шоколадымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Құрғақ ингредиенттеріміз ұн, қопсытқыш, какаоны бірге араластырамыз. Бұл жерде маңызды нәрсені айта кетейін. Егер сіздің қамырға қолданатын шоколадыңыз молочный шоколад болса, онда какаоңыз біраз аштылау алкализ темный какао болған дұрыс. Ал егер сіз қамырға темный шоколад қолданатын болсаңыз, онда какаоңыз ашық түсті, жұмсақтау какао қолданғаныңыз дұрыс. Шоколад мен сапалы шоколад, бельгийский шоколад қолданамын. Сіздер өз қалауларыңызша басқа шоколад қолдансаңыздар болады, бірақ шоколадыңыз неғұрлым сапалы болса, сіздің тортыңыз сол ғұрлым дәмдірек болады. Көріп тұрғандарыңыздай, массаны біз жақсылап ағарғанша взбивать етіп алдық, миксерлеп алдық. Осы массамызға біз қазір араластырып тұрып, еріген шоколад пен сары майымызды қосамыз. Маңызды нәрсе, бұл жерде шоколад пен сары майыңыз қатты ыстық болмау керек. Өйткені сіз жұмыртқаға қосасыз, жұмыртқаңыз қатты ыстық болса іріп кетеді. Енді осы массамызға құрғақ ингредиенттерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Осы орайда сіздер пештеріңізді 170-180 дәрежеге ысытып қойсаңыздар болады. Конвекция болсын, болмасын, маңызды емес, асты-үстін ысытып қойыңыздар. Массамыз дайын болды, қамырымыз дайын. Енді осы қамырды пісіретін біз форма дайындаймыз. 22 диаметрлік формамызға пергаментті төсеп, пергаментті кесіп аламыз. Бізге форма қажеті болмайды. Форманың бізге тек пергаментте із қалдырғаны керек. Біз сол із бойынша қамырды жаятын боламыз. Форманы алып тастаймыз. Пергаменттің өзі ғана қалады. Осылайша біз 4 пергамент дайындаймыз. Өйткені 4 слой қамыр болады. Қамырымызды біз разрез әдемі болу үшін теңдей 4-ке бөлеміз таразының көмегімен. Менде 200 граммнан шықты әр слой. Жайып болып, тегістеп, біз пісіретін боламыз. Піскен-піспеген таяқшаның көмегімен тексеріп біліп тұрыңыздар. Алғашқы минуттарда мүлдем пештің есігін ашпаңыздар. Енді крем дайындаймыз. Крем үшін біз маскарпоне, творожный сыр, қант ұнтағын жақсылап миксерлейміз. Миксерлеген кезде қадағалап тұрыңыздар. Перезбивать етіп, майын шығарып жіберуге болмайды. Дайын креміміз формасын жақсы ұстайды. Енді біз кремнен бөлек тағы да бетіне жағатын глазурь болады, соны дайындау керекпіз. Ол үшін темный шоколад және сливки. Сливки бізде 33%-тен жоғары болу керек. Екеуін араластырып, микроволновкада ысытып, ерітіп аламыз. Салқындатып қойып қоямыз, ыстық күйінде жағуға болмайды. Енді кондитерский мешокқа насадкасын салып, кремімізді салып аламыз. Насадка бізде домалақ келген. Арнайы насадка. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Кремді де жақсылап разрезіміз әдемі болу үшін біз кремді де өлшеп теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Тортымыз ары-бері қозғалып кетпеу үшін подложканың үстіне кішкене крем жағып, оның үстіне біз коржымызды қоямыз. Коржымызға осы видеодағыдай кремді жағып шығамыз. Шеттерін әдемілеп шығамыз. Одан кейін ортасына кремді жай жаға салатын боламыз. Осылайша біз 3 коржға да жағып шығамыз.
соңғы коржымызды теріс қаратып, тегіс жағына қаратып біз орналастырамыз. Оның үстіне глазурімізді ақырындап шет-шеттерін әдемі ағуын қадағалап үстіне құямыз. Қалауларыңыз бойынша тортты сәндесеңіздер болады. Тортты кеспес, жемес бұрын 2-3 сағат қойып қойғандарыңыз жөн. Сіздерге ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.